lighten up, take me on your magic river, tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Ернар, қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Орныңыз құтты болсын. Қандай орын? Ал, жаңа ана жақта тағайындалған жоқсыз ба? Президент деген ба? Ой, мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Егер де келіншегіңіз бен анаңыз ренжісіп қалып жатса, енді ыдыс-аяқ салдырлап қалып ренжісіп қалып жатса, кімді жақтайсыз? Ол қиын сұрақ енді. Анаммен жеке сөйлесем, көңілін табам. Әйеліммен жеке сөйлесем, көңілін табам. Ол екі тарапты бір адам қолдайын деп айта алмаймын. Ешкімді қолдамайсыз? Өздері екеуімен де жеке-жеке сөйлесіп, жақын алматай, жүрегім не болады деген сияқты өздерін бір бөлек қалдырып сөйлесіп, сөйтіп шешіп, бүйтіп араласам деп айтпайды. Сондай. Бапшалар дайындап қойыңыз. Қойыңыз. Ондай емес па? Ондай емес па? Дұрыс, ер адам араласпаған дұрыс деп есептейсіз демек. Дұрыс есептеймін, солай есептеймін. Солай. Бекзат, мен бүгін мынандай сұрақ қойып жатырмын. Егер де мамаңыз бен сіздің болашақ келіншегіңіз, сол кезде келіншегіңіз болады ғой енді, екеуі ұрысып қалып жатса, сіз кімді жақтайсыз? Ешқыздан ауырып жатыр екен, емдеп жатыр. Еще екеуі енді әйел адаммен бір түсінеді ғой. Кейін татуировка қалып, мен сен анамды жақтайтын болсам, әйелім істеп қалуы мүмкін, ренжіп қалуы мүмкін. Әйел жақтасам, қатын жансын деп қалып, анам ренжіп қалуы мүмкін. Сол үшін өздері шешіп алады. Айтам, өздерің шешіңдер деймін, короче. Араласпайсыз? Егер де анам келіп маған әйелім жамандап жатса, мен тыңдамайын деп айтамын. Ал әйелім келіп маған анамды жамандап жатса, тыңдамайын деп айтамын да, короче. Ол нәрсе дұрыс сияқты. Солай екен, Бекзат. Ақерке, көңіл күйіңіз қалай? Бәрі дұрыс па? Мен мынандай сұрақ қойып жатырмын бүгін қатысушыларға. Көңіл күйіңіз неге жоқ болып отыр? Сержанмен сөйлестіңіз ба? Сізбен мәселені шешпедіңіздер? Демалысқа кеттіңіздер? Сөйлестіңіз. Ол кісі де жазбады ма? Мен бүгін мынандай сұрақ қойып жатырмын. Егер ене мен келін ұрысып жатады ғой, сол кезде күйеуіңіз анасын көбірек жақтаса, не істейсіз? Енді менің ағам бар, жеңгем бар. Мысалы, ағам, жеңгем мен мамам ұрысып жатқанда жеңгемді қолдаса, мысалы, маған обидно болар еді. Соған қарайын ба? Или просто честный болу керек қой. Қандай ситуация болса да. Бірақ енді мамасының көзінше, мамасы қолдап тұрса да, жеке шыққан кезде негізі, бірақ үлкен кісі ғой деген сияқты түсіндірсе, одан Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі эфирді жіберіп алмаңдар. 14:30-да Евразия арнасы қосылу болсын. Ол жаққа сілтеме қалдырамыз, сол сілтемеге өтіңіздер. Мадина, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, құрметті оқырман. Енеңізбен ренжісіп қалып жатсыз. Сол кезде сіздің күйеуіңіз анасын жақтап кетсе, не істейсіз? Это абсолютно нормально. Да? Я думаю, да. Өйткені енді, как-никак енді между қашып, екі оттың ортасында қалып қалады дейді ғой. Поэтому мен ондай нәрсені түсінемін. Біреу өзінің анасы, біреу өзінің әйелі деген сияқты. Сол жағынан енді түсінсіз. Демек, анасын жақтаса ренжімейсіз? Нормально. Нормально қарай. Нормально ол? Нормально дейді? Для меня нормально. Может, андай болып қалатын шығар, мен білейін деп қалады. Іште сезім. Неге өмірін соны жақтай береді деп, иә? Иә. Болып қалатын шығар, бірақ оны енді жеке қалған кезде күйеуімен шешіп алсақ
Ал сіздің көңіл күйіңіз қалай? Қалайсыздар? Шүкір жақсы. Сіздің мамаңыз бен келіншегіңіз ұрысып жатыр. Сіз кімді жақтайсыз? Қиын сұрақ екен, нейтральный вариант істеуге тырысамын. Ортақ екеуінде жақтамай, екеуінде сөзін сөйлемей ма? Жоқ, сіздікі екі тарапты да бірдей кішкене үдеспеуге тырысу керек қой. Маман нетсен әйелін сен бөлі маман қылады. Көбінде кішкене мама жаққа қарай былай көрпен тартып, бірақ сонда да әйелімді алдап қойып деген сияқты. Бірақ көбінде мамаңыз жақтайсыз ғой? Әрине мамамды жақтайсыз ғой. Келіншегіңіз ренжіп қалса ше, неге өмірі мамаңды көбірек жақтап кетесің? Алдауға болатын шығар, сыйлығын беріп қойып еді. Алдайсыз ба сонда сіз келіншегіңізді? Енді андай алдап деген жақсы жағынан ғой, енді жаман емес. Білемін. Деген сияқты. Істенетін шығар. Заринаның көңіл күйі қалай екен? Қайда кетіп қалдыңыз? Ұйықтап қалдыңыз ба тағы да? Айтсаңшы. Білмеймін. Келгіңіз келмеді ма? Ана баяғыда мектепке барғың келмесе? Не сылтау? Иә, не сылтау айтарың білмей. Жоқ, андай айтсам болады. Басымда ауырды негізі, басым ауырса да келе беретінмін ғой. Бір жағдай болды. Жарайды енді. Көреміз енді эфирде, кешіреміз ба жоқ па? Зарина, егер де енеңізбен ренжісіп қалып жатсаңыз, күйеуіңіз анасын жақтаса не істейсіз? Қуана салады деймін, мамасын көзінше мамасын жақтап жатса, кейбір мамаларға сондай внимание жетпейді ғой енді. Баласы қолдап тұрса дейді да сөз. Бөлмеге кірген сен әдейттің иә деп өзім ондай болмады. Сіз әсем сияқты былай шыққанда сізді жақтаса болды ма бастысы? Иә, мен түсініп тұрса болды іште. А так мамалар. Әсемнің көңіл күйі қалай екен? Өте жақсы. Әсем, енеңізбен ұрысып қалып жатсыз енді. Үй болғаннан кейін болады сондай ұрыстар, кекілжеңдер. Сол кезде күйеуіңіз мамасын жақтаса, не істейсіз? Так, білмеймін, мынандай ситуацияларды ше. Мамасын жақтаса дұрыс шығар? Дұрыс деп ойлайсыз. Мамасын көзінше мамасын жақтап, былай. Шыққаннан кейін жаңа мамама просто өтірік айтып салғам, негізі сенікі дұрыс қой деп айту керек па? Сондай ақылды болса. Сол кезде уф те қаласыз ба? Енді мамасын көзінше сен не үшін оны жақтап жатсың деп қырмаймын ғой. Туф, не деген ақылды қыздар мыналар, құдайым. Келін болатын қызбыз ғой. Әттең бір жігіт болмай жүр. Нормальный жігіт болмай жүр. Расул қайда? Білмейсіз ба? Білмейді екен. Күтеміз бүгін Расулды, мүмкін келетін шығар. Нұржан, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Менде бүгін сұрақ. Сіздің келіншегіңізбен мамаңыз ренжісіп қалды. Сіз кімді жақтайсыз? Ұрысып жатыр. Ренжісіп қалып жатыр. Негізі жағдайға қарай көру керек қой негізінде. Ой, менің анам деп ана жаққа да өтіп кетуге болмайды. Сенікі дұрыс емес деп не жаққа да білмеймін енді. Ауыр жағдай ғой негізінде. Бәрін ақылмен шешкен дұрыс деп ойлаймын. Ашумен ештеңе шешілмейді. Бәрі айқайласып қалып, ұрыс басылғаннан кейін шешіледі. Демек, сіздің анаңызды да жақтамайтын кездеріңіз болып қалуы мүмкін, е? Енді адамға қателеспейтін кездер болмайды ғой. Мүмкін ол кісі де қателесіп қалуы мүмкін. Менің болашақ келіншегім ол да қателесіп қалуы мүмкін. Сонда сөйлесіп шешкен дұрыс қой негізінде. Мен екі жақты да жақтамаймын. Екі жақты да жақтамайсыз. Дұрыс болып тұрғанын біліп тұрсаңыз да екі жақты да жақтамайсыз ба? Жақтай алмаймын. Өйткені анау келіншегім, мына жақта болашақ ойбай анам, мына жақта болашақ келіншегім қиын жағдай. Қалайсыз, Нұрай? Көңіл күйіңіз қалай? Нұрай, менде сұрақ. Енеңізбен ұрысып қалдыңыз, ренжісіп қалдыңыз, күйеуіңіз сол мамасын жақтай берсе, сізді жақтамаса. Ол дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Мен негізі всегда андай менің ойымша сол еркек сияқты негізі енемен келінді байланыстырып тұратын отношение сол ортасына тұрып әдемі қылып тұратын отношение сол сияқты. Кімді жақтау керек деп ойлайсыз? Справедливость болу керек деп ойлаймын. Ситуацияға қарай ғой. Ситуацияға қарай кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Жоқ. Екеуіне де сөйлескен дұрыс деп ойлаймын. Екі жақты да жақтамай, екі жаққа да түсіндіріп, бірге отырғызып. Екі жақты да жақтамау керек деп ойлайсыз ба? Иә, жақтамау керек, просто түсіндіріп, екі жаққа да айту керек. Егер сондай ситуация болып жатса, ұрыс. Солай екен. Аиданың көңіл күйі қалай екен? Сәлеметсіз бе? Денсаулығыңыз қалай, күшті ме?
Мен бүгін сұрақ қойып жатырмын. Енеңізбен ұрысып қалдыңыз бір? Болмашы ұрыс қой енді. Сосын күйеуіңіз келіп анасын жақтай берсе, кажы ұрыссайын. Сіз ренжейсіз. Енеммен не жағдай ұрысып. Мысалы, сіздікі дұрыс болып тұр да, бірақ енді ол анам ғой енді деп мамасын жақтап тұрсын. Мамасын жақтаса да мен ситуацияны өзіне жетуге бірінші тырысам, сөйлеуге тырысам, екі жақтан да. Екеуін отырғызып сөйлесетін едім. Потому что менің өзімде жеңгем бар. Анаммен ұрысып, ағам ситуация мен отырғызып едім. Өзім тырысатын едім, ол кісілерді бірін-бірін шештіруге. Демек, ер адамның араласқанын қаламайсыз. Мен қаламаймын. Именно әйел адаммен, келінмен енесінің ортасынан ер адам түскені өте дұрыс емес. Өздері ұрысып, өздері татуласу керек па? Өздері ұрысады, татуласады. Бір үйде тұр ғой, татуласады, бәрі қайдан барады. Аягөз, сіз болашақ енді енеңізбен енді не отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды, ренжісіп қалып жатасыз. Сол кезде әлше келіп мамасын жақтай берсе, сіз жақтамаса, сіз не істейсіз? Дұрыс қой енді, мамасы ғой. Жақтау керек. Мен просто былай представить етемін да, менің если інім болса, әйелім сөзін сөйлеп тұрса, мен ренжитін едім. Неге сен маманың сөзін сөйлемейсің деген сияқты. Бірақ екі жақты да болып тұрсуға талпынған дұрыс негізі. Бірақ енді көбінде мамасының сөзін сөйлеген дұрыс. Кейін мейін жемейсіз бе? Кейін ренжімейсіз бе? Мейін жемейсіз бе? Неге мені жақтамадың сол кезде? Менікі дұрыс болып тұрды. Тихара жеймін ғой де. Мамама енеңізге көрсетпей жейсіз ба? Иә, көрсетпей, ақырындап де. Қалжыңдаймын құрсын. Жақтай берсін ба? Жақтай берсін. Тамам. Енді енесі көріп отқаннан кейін сөйлейді да, енді көрмей ма? Жаңа айтып отырған сұрақ қой жаңағы. Егер мен келіншегім мінезі, Абин Айдана жап анаконда болмаса болды. Қалғанда нормально. Бірақ Айдан айтты, егер де мамасын жақтаса мен ренжімейін беді. Қой ол. Менің де інім бар енді, мамасын жақтайды. Оның тілі айтып тұрған ар жағы дейді, лапылдап тұр ғой. Бәрі жеке қалғанда жанын шығаратын сияқты ма? Жанын шығаратын. Екі аяғым бір етіп кетіп қалды. Саған. Неге Айдана туралы ойларыңыз өзгеріп кеткен? Әлшердің де ойы кеше ақшаға қарайды, бірдеңе деп. Қандай ғой? Ажырасқан адамды қабылдамаймын дейді, біреу келді оны қабылдамады. Қабылдады кетесе қайта жүрді, бірінші кездескен. Өкініп қалдыңыз ба, мен де ақшамды көрсету керек едім деп? Жоқ, ол өкінген емес. Айдана просто дос ретінде жақсы, бірақ анаконда ғой. Келісесіз ба? Ринат мырзаның көңіл-күйі қалай екен? Күшті. Ринат мырза, соңғы кездері мен байқап жүрмін, сіз эфирде қатты бір сөйлемей жүрген сияқтысыз. Неге? Білмеймін? Көп бұрынғыдай емес сияқтысыз. Сөйлеймін ғой. Енді басталды ғой біздің дәуір. Анда 3 күн демалыс бәрі әсер етіп кеткен ғой. Әсер етіп, ұмытып қалдыңыз ба? Қалай қай кезде сөйлейтініңізді? Соны айтамын. Сізге сұрақ, егер де мамаңызбен келіншегіңіз ренжісіп қалып жатса, ұрысып жатса, кімді жақтайсыз? Кімді жақтағанда екі жаққа жібересе, екеуін ашу болмасасың ғой. Ешкімге жақтаспайсың ғой. Енді негізі келін өз орнын білу керек. Ене дегене келінге айтшын жоқ сөйлемейді ғой. Келіншегіңіз айтады, сен өмірі мамаңды жақтайсың деп. Мені неге жақтамайсың, бір жақтап қойсаң болады ғой десе ше? Жоқ, жақтайтын кезде жақтайсың, мақтайтын кезде мақтайсың, таптайтын кезде таптайсың ғой. Демек, арасында болсын жақтап тұрасыз, ә? Мама енді бұнікі де дұрыс қой деп айтып тұра аласыз, ә? Айтасың ғой, мұнанікі дұрыс, ананікі дұрыс, ананікі дұрыс дейсің, мынанікі дұрыс дейсің. Әлшердің отырысы бұрынғы өмірінде қатын болған адамның отырысы сияқты. Неге ондай нәрсені айттыңыз эфирде? Неге ондай миыңызға келді? Айданаға ма? Жоқ, мен бұрынғы өмірімде әйел болғам дегенде. Жоқ, мен бұрында бір жерден тыңдағанмын, тиктоктан сол есіме түсіп кетті, резко. Кеп қалды да просто баласахан қыздар қатты түсінесің деген кезде бұрында қатын болған ғой. Әділдегіңіз келді ма? Негізі иә. Өтті ғой. Просто балалардың арасында да балалардың әйелдері достары сол кезде бірдеңе еді. Ұрыспамен мен бұрында қатын болғам деп. Сіздің мамаңызбен келіншегіңіз ұрысып жатыр. Сіз кімді жақтайсыз? Ешкімді жақтамаймын. Ол енді әйелдердің нәрсесіне мен араласпаймын. Майынан келген кезде өздері шешеді. Сол дұрыс та. Ал сен араласатын болсаң, неқта мамаң, неқта әйелің как бы. Ренжіп қалма. Сөйлей алмайсың. Сөйтіп сырттай қарап үйренгеннен кейін? Сосын былай ойлаймын да, менің інім болса, менің мамам болса, мына кісінің орнында деген сияқты. Солай біреудің орнында біреуді қойып ойлап көремін да. Қалай болар еді, мен мамам болса,
типа мне бы тоже было бы обидно деген сияқты сондай бір сырттай қарап үйренгенмін, сол үшін былай түсінуге тырысамын. Мен по-любому үлкен кісі деген сияқты көңілге келіп қалады енді. Илесің ғой по-любому кішілігіңді танытып. Мен өзім папам андай бүйтпейді деп, мен андай ұрсысып бүйтпейді екен мама папаға ше. Бәрі кетсе бір сол ренжіп қалады жарым, сөйлемей қаламын, жылап қаламын, болды андай ұрсысып қалады. Андайға жақсы ба? Сол үшін мамасын жақтай берсе болады, күйеуіңіз? Жоқ, енді бай. Кейін бір ашуы басылғанда айтасың ғой. Ақылға сап. Сол кезде сен мені жақтамадың деп жазып аласың ба бәрі? Жоқ, неге сол кезде бай жақтамасқа деген сияқты. Айдананың көңіл-күйі қалай екен? Жақсы. Сөйтіп кеше Әлішердің айтуы бойынша Айдана меркантильный қыздардың қатарына жатып кетті. Иә. Ақшасы жоқ адамдар сөйтіп айтады. Не деді? Ақшасы жоқ дейсіздің, ақшаңыз жоқ. Айдана, егерде сіз енеңізбен болашақ ренжісіп ұрсып жатасыз ғой енді, сол кезде күйеуіңіз сізді жақтамай қойса не істейсіз? Анасын жақтаса? Білмеймін, нормально сияқты. Ренжіп қаласыз ба, ренжімес? Жоқ, білмеймін, может мен кінәлі болсам, мен дұрыс болып тұрсам. Сіздікі дұрыс? Менікі дұрыс болып. Сіздікі дұрыс, мамасыныкі дұрыс емес, но мамасын жақтап тұр. Білмеймін енді, по-любому. Менде мынандай да, інім бар, мамам бар, сіздің келінім бар, болғаннан кейін мен ситуацияға ғой сырттай қарап жүргенде. Иә, мамаммен, сосын әйеліммен, келіншегіммен жеке-жеке сөйлесіп, содан кейін проблеманы біліп, екеуімен бірге отырып, үшеуміз тағы бір сөйлесіп. Демек, ол кезде екеуі ренжісіп жатқан кезде үндемейсіз? Екеуі ренжісіп жатқан кезде тоқтау қоямыз ғой, енді тоқтау саламыз ғой. Ақылға келіңдер, бала емессіңдер ғой деген сияқты енді. Досконально сөздің бәрін айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын, бірақ сол жерде ситуацияға байланысты. Мысалы, келіншегіңіз ренжіп қалса, сен өмірі хотя бы мені бір жақтамайсың деп айтса не істейсіз? Ұрыста мен екеуіңді де жақтамаймын деп айтамын. Потому что ұрыста екі жақты да бар. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі эфирді қалдырмай 2:30-да көріңіздер. Расул неге эфирге келмей жүр? Үміткермен таныстығы қалай болып жатыр? Әсеммен кездесіп жүр ма, сөйлесіп жүр ма, соның барлығын білу үшін бүгінгі эфирді қалдырмай қараңыздар. Әйгерімнің көңіл-күйі қалай екен? Әйгерім, қалай ойлайсыз? Сіз болашақ енеңіз екеуіңіз былай сөзге келіп жатасыздар ғой? Сол кезде жігітіңіздің, күйеуіңіздің сізді қорғағаны дұрыс па, немесе үндемей қалғаны дұрыс? Негізі ана енді әр адамға қарағанда жақынырақ болады ғой. Ана мен әйелінің татуластығы еркекке байланысты деп ойлаймын. Сол кісі бәрін реттеп, мамасына да ренжітпей, әйелін де ренжітпей жүрсе, бәрі тату-тату өмір сүреді деп ойлаймын. Сізді қорғамай қойса ренжіп қалмайсыз ба? Қорғамай қойса енді бәрі басылғасын, барып отырып үшеуміз басымызды қосып сөйлесеміз деген ойдамын. Демек маңызды емес, иә? Одан да енесін, анасын қорғағаны дұрыс деп ойлайсыз? Анасы болсын, анасы болсын енді үлкен кісі, сондай ойдамын. Сондай ойда екен.